Сәлем достар, бізге үй жағдайында баланың жынысын анықтаудың оп-оңай жолын қазір сіздерге көрсететін боламын. Әрине, бұл бірінші Алланың қолында, но дегенмен өте 90% әйелде дұрыс шығып жатқан метод бұл. Бұл бұрыннан келе жатқан әдіс, сондықтан да өзіміздің балаларымызды тексеріп көрейік. Сіздердің балаларыңыз бар болса, сол бар балаларыңыздың жынысына осы әдісті тексеріп көріңіздер. Көп әйелде дұрыс шығып жатыр. И алдағы болатын балаларыңызға да осы методтың көмегімен алдағы болатын балалардың жынысы қандай болатынын білсеңіздер болады. Мысал үшін бізге бұл жерде керек болады ине және қарапайым кәдімгі жіп. Жіптің несін былай кішкене ғана түйіп алдым, себебі түсіп кетпес үшін. Енді біз мына оң қолымызды аламыз да, оң қолымызға мына передний камера болғандықтан теріс көрінеді, бірақ осылай дұрыс. Енді оң қолымызды аламыз, оң қолымызға мына бас бармақпен сұқ саусақтың ортасына бір рет былайынан кіргіземіз. Бір рет былайынан кіргіземіз де, и инені қимылдатпай ұстап тұрамыз. Міне мен қолымды вообще қимылдатқан жоқпын. Бұл өзімен өзі қазір айналып бастайды. Айналады немесе сызық болады. Мына ине менде қазір айналып жатыр. Мен қолымды қимылдатқан жоқпын, көріп тұрсыздар. Айналып жатыр. Айналған домалақ болып айналса, ол қыз бала дегенді білдіреді. Менің бірінші қызым қыз. Тағы бір рет төменге түсірем, мен тағы қимылдатпай ұстап тұрамын. Бұл қазір өзінің несімен айнала бастайды, немесе сызық болады. Кішкенде күтеміз. Неге бұл да айналып бастап жатыр, көрдіңіздер ме? Мен қолымды мүлдем қимылдатқан жоқпын. Айналып жатыр. Екіншімде қыз. Сіздер неш балаларыңыз бар, солай инені бір рет батырасыздар да, осылай тұрасыздар. Неге бұл да айналып жатыр. Менде үшіншісі де қыз. Менде 3 қызым бар, басқа балаларым жоқ. Енді алдағы 4-ші балам қандай жынысы қандай болатынын тексеріп көрейік сіздермен бірге. Мен жүкті емеспін, бірақ сонда да көргім келіпті. 3 рет істедім. 1 рет батырсаңыздар да болады. Міне көріп тұрсыздар ма? Енді бұл оңға солға қандай алып жатыр. Сызық болып сызылып жатыр. Көрдіңіздер ме? Домалақ кольцо емес. Тек оңға солға былай болып айналып жатыр. Значит, бұл ұл деген сөз. Егер домалақ болып айналса, былай болып айналса қыз, ал егер былайынан болса, онда ұл. Істеп көріңіздер, егер қаншалықты дұрыс шықса, комментарийге жазыңыздар. Мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар салатын боламын.